Күні кеше түнде Алматыда жер сілкінісі болды. 6 балл болды дейді. Енді бір видео келді. Ана видеодан көріп отырсаңыздар, енді сұмдық. Мен қазір ол видеоны қосам. Көрген шығарсыздар. Бүкіл Алматы көшеге шығып кетті. Ағыл. Енді бәріне жан керек қой. Қаладағы кептелісті көрсеңіздер, түннің жарымына дейінгі. Енді оны көру керек, оны көзбен, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Көбісі сондай кезде кімді еске алды деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Алла тағаланы еске алды. Білетін бисмиллаларын 1000 рет айтқан шығар. Әрқайсысы. Енді біздің қазаққа түс көргенде немесе басына қауырт түс келгенде Алланы ойлайды дейді ғой, өлең жолдарында. Сол сияқты кеше көбісі иманын үйіріп, Алласын есіне алып, бір тәубеге келіп қалды алматылықтар. Солай емес пе? Сол үшін негізі Алла тағала сіздерді осындай қорқынышпен емес, қуантып жатқан кезде еске алғандарыңызды қалайтын негізі. Қорққан кездеріңіз емес, қуанған кездеріңізде. Себебі Алла тағала айтады екен: сендерге жақсы болған кезде мені ұмытпасаңдар, сендерге қиын болған кезде мен сендерді ұмытпаймын деп. Сол үшін Алла тағаланы ұмытпайық. Жер сілкінбей, күн ашық, мамыражай уақыттарда да Алланы ойлап, бисмиллахыңызды айтып, бес уақыт намазыңызға жығылып, Аллаға құлшылығыңызды жасап жүріңіздер. Аман болыңыздар, еліміз аман болсын. Жер сілкінтіп, үрейлеріңізді ұшырмасын алматылықтар.